Қуатты әскер ел тірегі. Онсыз қабырған сөгіліп, омыртқан опырылып, жолының үзіледі. Мысалы, бүгінде әлем назарында тұрған Украинаны алсақ. Елге қауіп төнгенде ерлермен қатар қыздары қолдарына қару алып, жауға қарсы шығып отыр. Отанды қорғау жолында қайтыс болған сарбаз ақшейіт саналады. Ал бейбіт күнде өліп жатқан сарбаз ше? Баршаға сәлем. Бүгінгі шығарылымда Қазақстан әскерінде суицид неге қалыпты дүниеге айналды? Бейбіт күнде қыршындай жастарымыздан айырылатындай әскеріміздің басына не туды? Әскердегі қайғылы жағдайларды қалай тоқтатуға болады деген ауыр, әрі сонысымен халық үшін маңызды сауалдарға жауап беруге тырысайық. Талқылауды бастамас бұрын арнаға жазылып, қоңырауға басуларыңызды сұраймын. Қазақ тілі контентті дамытуға өз үлесіңізді қосыңыз. Қазір тұрақсыз заман. Сол себепті көп мемлекет қорғанысын күшейтіп, әскери бюджетті ұлғайтып жатыр. Қазақстанда биыл күштік құрылымдар үшін қосымша 446 миллиард теңге бөліп, 2 триллион теңгеден астам қаржы шығындалады деп жариялады. Әскер қашанда мықты болу керек, әсіресе біздің жағдайда. Не дегенмен, бір жағынан 2 миллиард, бір жағынан 140 миллион халқы бар елдермен көршіле жатқанда демалға болмайды. Сақадай сай болуға мәжбүрміз. Алысқа бармай-ақ қойын, кешегі қандар қасіретінде қарулы күштердің әлсіздігі, сарбаздардың аздығы айқын байқалды. Өкінішке қарай, тәуелсіздік алғаннан бері әскери бөлімдерде белгісіз жағдайда қанша сарбаз қайтыс болды. Беріліп отырған мәліметке сүйенсек, 2010 жылдан 2022 жылға дейін 220 сарбаздың әскерден үйіне тек мәйіті қайтты. Яғни орта есеппен жылына 22 сарбаз суицид жасайды. В Павлодарской области родителям привезли сына солдата в гробу. Маңғыстаулық сарбаз Әлібек Саламатұлы Қалбайдың қаза болуына байланысты әскери бөлімінде отан алдындағы борышын өтеп жүріп қайтыс болған сарбаз. Небәрі 19 жастағы жігіт бір үйдің үлкені, бір үйдің үміті еді. Қарулы күштердің ең басты міндеті елімізді сыртқы жаудан қорғау. Бұндай түрімізбен біз сыртқы жаудан бұрын өзіміз іштен қырылып тынамыз. Айдың күннің аманында тағы бір боза қыршын кетті. Тағы бір отбасы қара жамылды деген сөзді жиі естіп келеміз. Тіпті ел ішінде Қазақстан әскерінде кезекті суицид деп қалыпты дүниеге айналғандай. Өйткені көп жағдайда іс қозғалғанымен кейбірі ұмытылып, жабулы күйде қалады. Сарбаздардың ата-анасы мен ағайын туған ғана әділдік іздеп шырылдауда. Ал басқасы, яки мемлекет неге үнсіз қалады? Әскери бөлімдердің жауабы өз-өзіне қол жұмсаған, денесінде соққы іздері жоқ. Бұл жауапты естуден халық шаршады, сенбейді. Қазақстан әскерінде әлімжеттік бар, мойындау керек. Жасырмай керісінше бұл проблеманы шешу амалдарын іздеу керек. Оған шыдап жүрген сарбаздар, бұл орысша айтқанда дедовщинаның норма санайтын әскерилер бар. Бұл норма емес. Кеңес одағынан бері келе жатқан шексіз айналмалы циклды бұзу керек. Мен әскерге келгенде қиналдым. Енді келген жастарды мен де қинауға, жұмсауға құқылымын. Бұл жерде тәртіп осы дегенді ысыру керек. Келісемін, қатаң тәртіп болған жөн. Олай болмаған жағдайда сарбаз әскерден қажетті дағдыларды алып шықпайды. Бірақ бұл тәрбие жұмыстары адам құндылықтарын жоғалтып, тұлғаның жеке шекарасын бұзатын болса, бұл қате. Психикаға кері әсер етпейтін, керісінше азаматты мықты рухқа жетелейтін жұмыстар жүру керек. Ауру болған екен, психологиялық ауытқулары бар екен деп өзіне қол жұмсаған деп жаба салады. Сонда әскерге барғанда 5-10 күн болған бала әскер алдындағы медициналық тексерістен қалай өтті? Психологтан жарамды деген анықтаманы қалай алды? Денсаулығы жарамсыз балаларды медкомиссия қалай өткізді? Бізде психиатриялық есепте тұрмасаң болды, жарамдысың, әскерге жіберілесің. Ал ол кезеңде анықталмады делік. Кейін әскери бөлімде психологпен жұмыс қалай жүргізіледі? Ол жақта қысым көріп жүрген сарбазды психолог бірден байқап жұмыс жасау керек емес пе? Қанша жерден сарбаз жасырып, байқатпауға тырысса да, ол жердегі маман бірінші жарты жылдықта әрбір сарбаздың жағдайын бақылау керек. Бейімделу кезеңі өткенге дейін оның психологиялық тұрғыда өзгерген тұстарына талдау жасап, қажетті жұмыс атқару керек. Бізде әскер қатарына шақырушылармен және олардың ата-аналарымен әңгімелесіп, адамгершілік, іскерлік қарым-қасиеттері, денсаулық жағдайы, дене дамуы, білімі мен арнаулы даярлығы, отбасылық жағдайы туралы мәліметтер нақтыланады. Тек осы жұмыстардың қорытындысы бойынша әскер қатарына шақырушыларды қай әскер түріне, тегіне жіберу туралы шақыру комиссияларының шешімі қабылданады делінеді. Ал шындығында әскерге шақырушылар сарбаз санын толтыру үшін көшеден ұстап алып, түрмемен не үлкен айыппұлмен, нақтырақ айтсақ 3 миллионмен қорқытып, денсаулығы жоқ жігіттерді әскерге аттандырып жіберген фактілер бар. Ол жасырын емес. Байлар ақшаларын беріп, балаларын әскерден сақтап қалса, олардың орнына денсаулығы жарамсыз болса да, бай туысы жоқ жастар жіберіледі. Нәтижесінде денсаулығы сыр беріп, әскери тәртіпке, онда көрген қорлығына шыдамаған жас бала өмірмен қош айтысады. Ата-ана мемлекетке өз перзентін сеніп тапсырады. Ал мемлекет өз кезегінде қауіпсіздікті қамтамасыз ете алмаса, анаға әскери дайындықтан өткен туғаны қайтара алмаса, несіне шақыртады? Әскерге барғысы келмейтіндерге қысым көрсетіп, ол жаққа әкетудің не қажеті бар? Ертең ол бала әскерден ұлтжанды, рухы мықты сарбаз емес, езгі көріп, сағы сынып келетін болса, елдің жарқын болашағы үшін ол не жасай алады?
Жоғарыда аталғандарды түйіндейтін басты сұрақ: Қазақстан әскеріндегі қайғылы жағдайлар қашан тоқтайды? Әрі бұны тоқтатудың қандай жолдары бар? Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бейбіт күнде әскердегі сарбаз қаза болмауға тиіс. Ата-ана баласын әскерге жібергенде оның қауіпсіздігі үшін алаңдамауы керек. Бұл мемлекетіміздің мойнына алған міндет деді. Комиссия құруды тапсырды. Халық құрылып жатқан бірде-бір комиссияның нәтижелі жұмысын байқаған жоқ. Құмға құйған судай. Енді бұл да басы барда аяғы жоқ, бостан-бос құрылып нәтижесіз қалған кезекті ұйым болмаса игі. Құрамына шынымен жанашыр қоғам белсенділерін, саясаттанушыларды, журналистерді іріктеп алып, бұл мәселені егжей-тегжей тексеретіндей ету керек. Комиссия жағдай туындаған кезде ол жағдайға орын алған бөлімге ғана барып жұмыс жасамау керек. Ол ұйым тұрақты түрде үнемі бақылау мен талдау жүргізетін, Қазақстанның барлық дерек әскери бөлімдерінің ішкі жүйесін тексере алатын, ашық талдай алатын азаматтық қоғамнан тұру керек. Проблема кең талқыға алынса, артынан онымен күресу жолдары ойластырып жүзеге асар. Бізде қарулы күштер тек әскери трибуналға бағынады. Басқа ұйымдардың оларға қауқары жоқ. Жалпы бізде әскер өте жабық сала. Күні кеше қорғаныс министрі генерал-полковник Руслан Жақсылықов кеңес өткізіп, министрлікте әскердегі нөлдік өлім бағдарламасы әзірленетінін айтты. Бағдарламаны іске асырудың негізгі нысаналы индикаторы қарулы күштердегі өлім фактілерін толығымен жою болуы тиіс деді. Әдетінше соңғы жағдайлардың шешімін іздестіріп жатырмыз деп кезекті бағдарлама ұсынғанымен, бұндай резонансты бағдарламаны әзірлеуге итермелеген себеп пен салдар аталмады. Яғни нөлдік өлім дейтіндей ең алдымен қазақстандық әскерлерде неге өлім бар екенін анықтап, салдарымен күресу дұрыс емес пе? Ол үшін құрылып жатқан комиссия құрамына қоғам белсенділері еніп, халыққа жария ете алатын мониторинг жұмыстарын жүргізсін. Бұқаралық ақпарат құралдары әскерге қатысты зерттеулер жүргізе алатындай, ақпаратты ашық бере алатындай деңгейге жетсін. Қатаң тәртіп пен ашықтық бөлімдегі әлімжеттіктің тоқтауына әсерін тигізбей қоймайтыны анық. Қазіргі Қазақстан әскеріне үлкен өзгеріс, тың серпін, темірдей тәртіп қажет. Тек кәсіби біліктілікті жетілдіріп, заманауи қару-жарақпен, әскери техникамен қамтамасыз ету жеткіліксіз. Офицерлер мен сарбаздардың санасына ұлтжандылық сезімі сіңірілуі керек. Батыр Бауыржан Момышұлы айтқандай, рухы мықты жауынгерді ешқандай жау ала алмайды. Сондықтан жастар тәрбиесінде ең алдымен отансүйгіштік тәрбиесі, елімізді, жерімізді ғасырлар бойы қорғаған батыр бабаларымыздың жауынгерлік дәстүрі жалғасын табуға тиіс. Оған қоса біз әр сарбаз үшін күресіп, әрбірінің жағдайын жасауға тырысу керекпіз. Ертең ел басына күн туғанда мемлекет менің жағдайымды жасап жатыр деп, еш ойланбастан бізді қорғауға шығатын осы сарбаздар. Ал зұлымдықты, қорлықты көрген сарбаз елге қандай алғыс білдіруі мүмкін? Егер бұл сұмдық жалғаса беретін болса, ата-аналар қандай жазаға тартса да, ұлдарын әскер қатарына жіберуден үзілді-кесілді бас тартады. Үкіметке ұлын әскерге емес, соғысқа шығарып салғандай күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылатын ата-ананың жан дүниесін түсінетін кез келді. Сарбаз отанын қорғайды, ал отаны сарбазын қашан қорғайды? Әзірге жауабы жоқ сұрақ. Құрметті көрермен, бұл видеоны туыстарыңызға, таныстарыңызға таратуларыңызды сұраймын. Бұл аса маңызды әрі өкінішке қарай өзекті мәселе. Бұл туралы айту керекпіз. Ойларыңызды видео астына қалдыра отырыңыздар. Әдетінше сіздермен болған мен Шолпан Сағадат. Келесі кездескенше.